Алғашқы рет ұшқан кезде біз 4000 метр биіктікке көтерілген болатынбыз. Менің группамда 10 бала болды. 10 баланың мен 8-ші болып ұшатын болдым. И бірінші ұшқан балдар өздерінің сезімдерімен келіп бөлісіп отырады. Қызық кәдімгідей, соларды тыңдап отырасың. Қашан мен кезегім келеді екен деп күтіп отырасың сол момент. Сол момент жетеді, жаңағы инструктормен бірге ұшасың. Көз алдыңызда елестетіңізші, маған сондай момент жаңағында совпадать етті. Жаңа кішкене жаңбырлы болды, қара бұлттар болып тұрды. Сол қара бұлттар енді кішкене қараңғылау болып тұрады жерде күндіз. Сосын жаңа бұлтты тесіп, бұлттың үстіне өткен кезде ана жақта уже жап-жарық кәдімгідей бар ғой, уже басқаша бір ғажайып әлем сияқты да ана жақ деген. Астында сенің бәрі бұлттар қап-қара, астында сен бұлттың үстіндесің и барлығы жарық сәуле саған сөйтіп тұрады. Ол кездегі сезімді енді білмеймін, оны өзің көзіңмен көрмесең сезіне алмайсың ау деп ойлаймын. Мен аға лейтенант Сүлеймен Олжас Сапарбекұлы, менің жасым 23-те. Осы аталған институтта аға ұшқыш нұсқаушы ретінде жұмыс атқарамын. Ауылда баяғыда жаңа қарапайым қазақтың қара домалақ баласы дейміз ғой. Сол кездерде жаңа аспанда ұшып бара жатқан ұшақтарды көріп, балдармен бәріміз соны қолымызбен көрсетіп, жаңа сол кезде армандаған болатынбыз. Сол кезде жаңа ұшақты қасынан көру бір кішігірім арман болатын бізге сол кезде. Сол бала күніндегі арманым мені осы институтқа алып келді жалпы. Ми-8 МТ деген тікұшақ, бұл жалпы негізінен жаңағы құрлық әскерін ауадан жаңағы поддерживать етуге дейді ғой, қолдауға және жаңағы ауруларды, сырқауларды тасуға, сосын жаңағы десанттарды діттеген жеріне жаңағы апарып жеткізуге, сосын парашютистерді парашюттен секіртуге, сондай кішкентай заттарды тасуға, сол мақсатында негізі барынан қолданылатын техника. Жұмыс барысында қиындықтар жалпы метео жағдай ғой көбінесе, жаңағы күрделі метео жағдай болады, жаңа тұман болады кейде, тұманда сен қай жерге қонатынын көрмейсің ғой, тек жаңа приборлармен ғана қолдана отырып сонымен қонасың да, одан қалды жел деген бар. Жел өзінің ұшып келе жатқан вертолеттің ұшып келе жатқан бағытын сен ұшып басқа бағытқа алып кетуі мүмкін. Соның бәрін қарап отыру керек. Оның бәрі өзінің особенностьлары бар ғой. Каждый полет ол негізі бір сен үшін өміріңе түсетін қауіп қой негізі, потому что сен ұшып кеткеннен кейін қазір ұшардың алдында сен ойланасың, осыдан кейін қайтып келем ба, келмеймін ба, қонам ба, қонбаймын ба. Барлық сәт қауіпті сияқты болып көрінеді, бірақ тағдырыңа жазылған көресің дейді ғой. Аллаға шүкір, пока тіріміз ғой. Ұшқыштар деген ол өте көңілді жүретін адамдар ғой, негізіне бар емес. Ол жаңағы әскери адамдарды көбісі жаңағындай ашуланшақ, қабағы бір түйілі болып жүреді дейді ғой. Жоқ, ұшқыштарда ондай жаңағындай нерв шету, ондай жоқ. Бәрін спокойно. Сосын жаңағы бізде в основном артықшылығы басқа войскаларға қарағанда бізде жаңағы летное братство деген бар. Бір-біріміз үшін андай аяғына дейін инженерлермен болсын, инженерлердің жұмысы біздің өмірімізбен келіседі да. Олар жұмысты дұрыс атқарбаса біздің өміріміз қиылып кетуі мүмкін. Сол үшін біз бір-бірімізге өте бережно, жақын отношение жасағандықтан бізде более солай келді негізі. Ондайлар болады, жаңағы полетта 13-ші число күні ұшуға болмайды, жаңағындай пятница 13-ші число тура келсе сол күні жаңағы ұшпайды негізі. Бізде авиацияда сондай традициялар бар. Сосын полеттің алдында сақалыңды қыруға болмайды деген әртүрлі сондай өзімізде ұстанатын наным сенімдеріміз бар. Конечно, онсыз болмайды ғой, барлық жерде сол. Сосын бірінші рет ұшып келген кезде, ең бірінші рет самостоятельный полет жасаған кезде, жаңағы сені артыңмен әкеліп, жаңағы тікұшақтың алдыңғы вертолетына сен тигізеді солай жаңағындай артыңды именно. Сондай қызық традицияларымыз бар жалпы. Полетқа деген ынтаңмен ойыңның бәрін соған бөлу керек, басқа артық затты ойламау керек. Негізі полетта бізде солай қарастырылады да, артық зат ойлап отырсаң, уже ойың басқа жаққа кетіп қалады. Поэтому тек полетқа ғана қатысты ойларды ойлау керек деп ойлаймын өзім негізі. 2015 жылы институтта ант қабылдадым. Сосын сол кезде әкемнің сөзі есімде әлі күнге дейін. Балам, сен бүгін еліңе, отаныңа ант қабылдап отырсың, осы антыңа берік бол. Ертең Құдай сақтасын, ел басына күн туатындай жағдай болса, сол майдан алаңынан қашып келме, немесе еліңді сатып қашып келме, сен бұлай маған тірі күйіңде керек емессің. Мен сен одан да ұялмай жер қойнауына берейін. Сен үшін сені көріп, сен үшін ұялғаннан деп еді сол кезде. Сосын солайша бірінші курсқа қабылданып, жаңағы біздің мұражайдағы ұшақтардың қасына келіп, тікұшақтар бар бізде мұражайда, соның қасына келген соң түсіндім, что бұл жаңағы тікұшақтың ұшқыш болу менің реально мынау өмірдегі орным екенін түсіндім. Абай атамыз айтады ғой, сенде бір кірпіш дүниеде кетігін тапта бар қалан демекші. Сол бұл өмірдегі менің орным бұл тікұшақтың ұшқышы болу екен. Сол кезде түсіндім.